Түрік деректерінде Бату ханның әскерлері Қыпшақтар деп аталды. Себебі Ұлан-Ғайыр өлкеде орналасқан мемлекет халқының басым бөлігі түркі тілдес қыпшақтар болатын. Мемлекеттің басты саяси мәдени тілі қыпшақ. Алтын Орда мемлекеті тарихи әдебиетте Қыпшақ ұлысы деп те аталды. Алтын Орда қазіргі Ресей, Украина, Молдова, Қазақстан және Кавказ жерінде орналасқан. Ал шарықтау дәуірінде Алтын Орда шығыс Европаның Орал тауларынан Днепр өзенінің оң жақ жағалауына дейінгі жерлерді алып, Сібірге терең бойлап еніп жатты. Оңтүстігінде Орданың жері Қара теңізбен, Кавказ тауларымен және Моңғол Хулагу мемлекетінің қол астындағы Персиямен шектесті. Алтын Орда Өзбек пен Жәнібек хандар тұсында едәуір көтерілді. Адам дүниеге өз келеді, өз кетеді. Үрім бұтақтыңда өз тағдыры, өз тіршілігі бар емес пе? Сөйте тұра, үрім бұтақ үшін күні бұрын әлек болудың қандай қажеті бар? Жоқ, тіпті олай емес. Атам Шыңғыс хан мен дүниеден екі-ақ нәрсені арман етті. Біреуі атақ даңқымның өсе беруі. Ал екінші, үрім бұтағымның өзімдей әйгілі, әрі ел жұртымның әміршісі болуын ғана көкседім деген жоқ беді. Бұлақша, орда бара оғлан жоқ болып кету жайлы не айтып жүр? Барақты бүркіт алып кетіпті дейді жұрт. Сосын, барақтың өлімі ұл атасы Шыңғыс ханның өсиетін бұзғысы келген Бату ханның жазасы дейді жұрт. Иә, ол солай. Қалай? Атадан күн өсір алса, хан тағында баланың қайсысы отырған? Үлкеніме, кішісіме бәрібір емес пе? Жоқ, менің қатемде, күнәмда басқа нәрседе. Неде? Шыңғыс хан ұрпағы атақты атамыз құрған сонау Моңғолдың ұлы хандығын көркейте түсуге парыздармыз. Шыңғыс хан аруағы жоғары тұрсын десек, хан тағына жаулап алған елінің қызынан туған балаларды отырғызуымыз керек. Ана сүті деген бар. Ондай хан билік әбден қолына тиген кезде бір күні болмаса, бір күні әкесі жаулап алған анасының еліне бүйрегі тартып кетуі мүмкін. Орда бүйрегі осындайдан басталады. Алтын Орда тағдырын тапсыруымды ойлағанымда, осы күнәм үшін әділдік деген әзәзілі қыран құс келіп, менің қатемді түзетеді. Мен сені бір мәселе жайлы шақырып едім. Не жайды? Көп кешікпей, мен өлемін. Мен өлген күннен бастап, сенің ағаң Сартақ хан тағына, ал сен Орда қара шаңырақ үйіне ие боласың. Сырласайын деп едім. Қайдағы сөзді айтпаңызшы, хан ием. Қиналмай-ақ қой. Кімге болса да әкеден гөрі өз бағы жақын. Саған да солай. Иә, көлгір сөзге көп әуестенбе. Мен жайындағы сөз осымен бітсін. Саған айтатын 3 өсиетім бар. Кім біледі, күндердің күнде сен де Алтын Ордаға ие боласың. Тыңдап отырмын, хан ием. Бірінші өсиетім, Моңғол ұрыларының Шыңғыс ұрпағының бірлігін сақтай біл. Сүйсеңдер, әр мезгілде күшті боласыңдар. Екінші өсиетіңіз қандай? Екінші өсиетім дейсің бе? Қыпшақтың малды тапқан ақылды емес, сол малды өсіре білген, ұқсата білген ақылды деген сөзі бар. Сол айтқандай-ақ, жауды шапқан, жеңген ақылды емес, сол жауды өзінің дегеніне көндіре білген, ұстай білген ақылды. Саған айтар екінші ақылым, жеңілген жау сенің қасың, оны ұстай біл. Үшінші ақылым, бағынышты, не шабатын еліңнің әлі қуатын, көңіл күйлерін біліп отыр.
бастарын біріктірмеуге тырыс. Ал бастарын біріктірмеу үшін қолыңнан келген қандай шара болса да аяма. Мінеки, мен саған 3 түрлі ақыл айттым. Бірі бабаң Шыңғыс ханнан қалған өнеге. Екінші, атаң Жошы хан қалдырған тәсіл. Үшінші, мына менің әкең Бату ханның бүгінгі әрекеті. Осы үшеуміздің істегендерімізді істесеңдер, Алтын Орданы құлатпайсыңдар. Сені шақырғандағы айтарым осы еді. Үмітіңізді ақтауға тырысамын, Ханеке. Қастасқан досыңнан асқан жау жоқ. Шіркін-ай, досыңмен дос бол, қасыңмен қас бол. Доспен қастаспа, қаспенен достаспа деп, құлақшық айта алмай қалдым-ау. Шіркін өмір, қандай жылдан өтіп кеткенсің. Әкесі Жошы дүние салып, доңыз яғни 1227 жылы бүкіл Жошының алым ұлысына бұл ие болғанда 23-те екен. Содан бері 29 жыл өтіпті. 29 жыл 29 күнде қысқа көрінеді. Оған жауды жеңген әр ұрысы ұлан асыр бір мейрам. Әр шоу болған елі басына шыққан асқар тау еді ғой. Ал қазір солай тапқан алтын әлемі тот басқан бақырдай көрінбейді. Ажал әлемі жылжып жақындап келе жатқан ұлы жылан тәрізді. Отаныңа сөзіңмен емес, ісіңмен көмектес. Өмірде адал бол, сөзіңді жерге тастама. Отаның өмір сүрсін десең, өзің мәңгілік жаса.